достар, бүгін тауық етінен және осындай асқабақтан самса пісіретін боламыз. Ол үшін біз бірінші самсамыздың қамырын елеп аламыз. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, қопсытқыш, тұз, жұмыртқа және қаймақ қажет. Енді самсамыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Бірінші пиязымызды 4 бұрыштап майдалап тураймыз және тауық етін 4 бұрыштап майдалап турайтын боламыз. Masamızın üstüne kişiyle sürtmeye koşuyoruz. Onu bir kek oldukça aralastırırız. Біздің тауық етінен болған фаршымыз дайын болды.